сайын кетсе ал, кет ал, не істеп отырсың, кетсе деген сөз бар ғой. Мына жерімде тұр. Татауы, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді. Менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді бұл ақталған емес, просто сіздер шындықты білсе екен деймін. Өткенде айтыпты, әр ұрысқан сайын маған кет деп айтады, анау мынау деген сияқты. Міне төбемде Құдай тұр ғой. Мен ешқашан кет деп айтпағам. Мен әйел басыммен мен өзім үйден заттарымды жинап кетіп қалу деген жоқ, мен олай тәрбиелемеген. Кейбір әйелдер бар ғой, енді көпке топырақ шашқым келмейді, просто заттарын алып кетіп қала салады. Мен ондай емес, мен наоборот кетпеймін, наоборот тұрып алам мен. Ұрысқан кезде ол наоборот кетіп қалады. Мен әр ұрысқан кезде айтам, давай осы жерде шешіп тастаймыз. Одан кейін навсегда кетесің ба, или ашуымды басып кетесің ба, өзің білесің деп айтам. Бұл жолы ұрыс қаттыға кетіп қалды, сосын мен айттым. Кетсең кете бер дедім. Мен 2 бала шағаны алып өзім қалам дедім. Өзім асырай алам. Осыған не асырап келдім, и дальше асырай алам дедім. Просто сіздерге өтірік айтқанда менің ішім ашып кетті. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар 2 тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс керістің 2 тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып ше. Бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық, 2 жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Айтетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше. Негізі